ма қараңыздар, бүгін бізде мынандай ситуация. Ақнұр Нұрболатқызына ата-анасы 150 мың теңгеге ағылшын, 150 мың теңгеге матем, екі готовый курс алып береді. Енді бір қызығы, бұл жерде екі чекпен, яғни төлем екі чекпен жасалған, екі төлем ретінде. Бірінші чекте басқа сумма, екінші чекте басқа сумма, суммарно 300 мың болады. Сол 300 мыңды қазір екіге бөліп, математика ағылшында бірге тіркейтін боламыз. Ең алдымен бірінші шектегі сумманы көрсетейін. Бірінші шектегі сумма бізде 199 мың теңге. Екінші чекте қараңыздар 101 мың теңге, яғни екеуінің суммары 300 мың теңге болады. 300 мың теңгені біз қазір 150 математикаға, 150 ағылшынға оқушының атына тіркеп беретін боламыз. Так, ең алдымен не істейміз қараңыздар. Ең алдымен оқушы номерін аламыз, ата-ана номерін, чтоб порталда ата-ана бар ма жоқ па деген секілді. Оқып жатқандардың арасында іздейік бірінші. Егер бар болатын болса, номерін, даныларын тексеріп, дұрыс болса, соның үстіне тіркейміз. Бұл ата-ана бізде бар, 7 күндік прографке тіркеліп алған. Қазір даныларын тексеріп қарайық. Номерлерін қараңыздар. Номерлері бізде бірдей болып тұр. Ата номері, оқушы номері, сол себепті оқушының үстінен біз тіркей берсек болады. Сыныбы да бұл жерде дұрыс болып тұр. Так, ең алдымен не істейміз? Ең алдымен қараңыздар. Осы жаңа төлемге кіреміз. И жаттаңыздар. Екі чек дедім ғой сіздерге. Екі чектің ең алдымен біз ең үлкенін тіркейміз ғой. 199 мың теңгелік чекті бірінші тіркейміз. Төлем ретінде осыны алып аламыз. Өйткені бұл қазір сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Алдымен қалай тіркейміз? Алдымен оқушының қазір номерін алып, ата-ана номерін алып, номер деген жерге қоямыз. Қазір қайтадан көрсетейін, қоямыз. Енді сумма деген жерге 199 мың теңгені енгіземіз. Осы чек қой бізде керегі. Осыны енгіземіз. Так, бізде валюта теңге болады. Қалған кезде Каспи шоты болады. Міне Каспи не арқылы көрініп тұр. Және де бұл кредит, Енді рассрочка ғой. 0012 деп таңдаймыз. 00. Каспи рассрочка 6-12 таңдаймыз. Бұл жалпы 6-ға 12 бөлгендер. Кім арқылы төленді деген жерге қараңыздар, біз менеджер аты ғой бұл жерде енді. Біз Амосремнен менеджер атын қарасақ болады. Қазір сізге көрсетейін. Қараңыз, Елжан Құрбанбай. Менеджер аты Елжан. Елжан деп енгіземіз. Каспидің уақытын қоямыз енді қараңыздар. 25-і 17-ні таңдаймыз. Сілтемеге осы сілтемені аламыз. Осы қоямыз. Келесі этап бізде Сипони. Бұл жерде менеджерлерге бұл шығып тұрады. Бізге қазір шықпайды. Сол үшін осыны қоя берсек жеткілікті. Одан кейінгісі бізде Амосрем. Сірем жаңағы көрсеткендей осы сілтемені көшіріп қойсақ болады. Осыны қойсақ болады. Енді қараңыздар, бізде жазылым құрастырамыз ба? Әрине жазылым құрастырамыз. 199 мың теңгенің 150 мың теңгесіне құрастырамыз. Ол үшін біз математикалық курс таңдаймыз. Базада бар оқушы ғой бізде бұл оқушы. Өйткені біз басын тексердік қой. Енді осы оқушыны таңдап, базада бар деп алып, номерін қазір қойып көрсетемін. Қараңыздар, міне базада бар. Осының үстінен тіркеп жатырмыз біз, қараңыздар. Оқушы номерін аламыз. Номерге жазамыз. Қазір шығу керек. Міне шықты. Осыны аламыз, таңдаймыз. Не арқылы бізді тапты, не арқылы литтеріміз сіремден қарасақ болады. Біз қараңыздар, сарафан деп тұр. Сарафан деп таңдасақ болады. Воронка деген жерден қарайсыздар ғой. 199 мың теңгенің 150 мың теңгесін біз жалпы тіркеп жатырмыз бұл жерде. Төлемді бөлу керек па дейміз. Өйткені біз 150 мың теңгесін ғана қолданамыз ғой. Керек сумманы, дұрыс па? Математикаға сол үшін 150 мың теңге есте сақтаңыздар. Бастап деген уақытын қараңыздар. Біз бұл жерде старты уақыты 26-06 деп тұр. Осы датаны алып қоятын боламыз. Өйткені 26-06 деп тұр ғой. Осы датаны аламыз. Сол үшін қоямыз. Так.
26-сын таңдаймыз. Осы дата бойынша қоямыз. Сақтауды басамыз. Енді қазір тексеріп аламыз. Оқушы тіркелді ма, тіркелсе қалай тіркелді деген сияқты оқушы номерін алып іздеп көрейік. Іздеп көрген кезде ең алдымен қараңыздар, Елжан Құрбанбай менеджердің атында Ақнұр Нұрболатқызы 150 мың теңге годовой курс математикаға тіркеліп тұрады. Бірақ бұл жерде мысалы жазылымы 150 мың теңге болып тұр. Төлем суммасы 199 мың теңге болады. Уақыттары чек бәрі сәйкес келіп тұр. Яғни былайша айтқан кезде Елжанның атында қазір разница сумма болды 49 мың теңге. 49 мың теңге Елжанның атында тұр ғой. Сол Елжанның атында 49 мың теңгені 101 мың чекке қосып, 150 мың теңгені қайттан басынан тіркейтін боламыз. Осы чекке қосамыз 101 мың теңгеге. Осыған қосып тіркейміз. Ең алдымен қалай тіркейміз? Дәл жаңа дегендей жаңа төлемге кіріп, оқушының даналарын толтырып шығамыз ғой. Әлі қалай тұр? Сол дәл солай. Яғни ата-ана номерін қоямыз. И бізде екінші чектегі сумма 101 мың теңге, соны қоямыз. 101 мың теңге деп қойыңыз. Қойып болғаннан кейін бізде оқушы уақыттары, Каспий кредит уақыттарын барлығын қараймын. Банк счет жалпы Каспий KZ счет, рассрочка 12, бұл білесіздер. Қайттан менеджердің аты Елжан болады. Төленген уақыттарын қараңыздар. 17-21. 25-і 17-21 деп тұр. Сол датаны қоямыз. 17-21. Сілтемені алып барып, копировать етіп, ставить етіп қоямыз. Сипуни запись дәл жаңа дегенде бұл жалпы менеджер өзі қояды. Бізге осылай шығып тұрады, осыны қойсаңыздар болады. Стремге де дәл солай стремді копировать етіп қоямыз. Жазылым құрастыру керек па? Енді жазылымды біз математикадан емес, ағылшыннан құрастырамыз. Оқушы ағылшын алып жатыр ғой. Курс түрі ағылшын таңдаймыз. Базада бар оқушыны таңдаймыз. Оқушы номерін алып қоямыз, өйткені базада бар ғой. Так, шығу керек қазір. Шықты. Не арқылы тап дегенге сарафан, сарафанды қараңыздар, міне парамкода сарафан деп тұр, соны қоямыз, сарафан деп. Төлемді бөлу керек па деген бұл жерге қараңыздар, бізде суммасы 101 мың теңге деп тұр. Енді біз Елжанның атындағы 49 мың теңгені тауып, осыған қосуымыз керек. Оны қалай қосамыз? Оны қараңыздар. Өз автоматын шығады, бізде Елжанның атындағы 49 мың теңге разница сумма бар ғой, остаток. Сол қалып тұр. Соны біз галочка қоямыз, қараңыздар. Сонда суммарны екі оқушыға 300 мың теңге, 150 мың теңгесі ағылшынға біз құртып тұрық қой. Міне, өзгертіп көрдіңіздер ме? 150 мың теңге болды. Ал галочканы алып тастасаңыздар, 101 мың теңге болып қалады, қоссаңыз 150 мың теңге. И қосып, біз қазір старт уақыттарын беріп сақтайтын боламыз. Уақыттарын қарап алыңыздар, 1 жыл ровно тіркелу керек. Енді осыны жаңартып жіберейік, чтобы оқушы қалай тіркелді, толық тіркелді ма, бір-бір өздеріңізде қарап шықсаңыздар болады, қараңыздар. Менеджерлер бір Елжан, Ақнұр Нұрболатқызы бір оқушы, 150 мың теңге математика, 150 мың теңге ағылшын тіркеліп тұр. Қазір чектерін барлығын көрсетті, жазылым түрін деген секілді, міне ағылшын бар, математикасы бар. Енді қараңыз, төлемнен қарайтын болсақ, оқушы 1 жыл математика оқиды, 1 жыл ағылшын оқиды. Даталардың бәрін қараңыздар. Және де екінші мәселе бұл жерде төлемі. Мысалға 150 мың теңге дегеніміз бастапқыда айтқандай, 199 мың теңгенің 150 мың теңгесін математикаға құртты, қалған 49 мың теңгесін 49 мың теңгесіне қосып, 101 мың теңгені ағылшыннан 150 мың теңгеге курс алды. Қазір енді осы бойынша осылай тіркеледі, оқушы берсе оқуын жалғастырады. Алдағы уақытта осындай ситуация сіздерде болып жатса, осылай тіркейсіздер.